Қайырлы күн. Менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазақтың аса көрнекті ғалымы әрі ағартушысы, ойшылы, тарихшы, географ, суретші, саяхатшы, бір басына бірнеше білімді жинақтаған Шоқан Уәлиханов туралы айтатын боламын. Сондықтан сіздер менің видеомды соңына дейін көріп, тіркелмесеңіздер тіркеліп, видео ұнаса лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Құсмұрын бекінісінде атақты сұлтандар әулетінде дүниеге келді. Оның арғы бабасы Абылай хан болды, ал атасы Уәли олда хан болды. Әкесі Шыңғыс Көкшетаудың сыртқы округінің аға сұлтаны болды. Шоқанның анасы жағынан туыс нағашылары да атақты тарихқа белгілі Баянауыл өлкесінің атақты Шормановтар әулеті болды. Шоқанға сана сезімінің өсуіне әсіресе әжесі Айғанымның ықпалы өте күшті болды. Шоқан жас кезінен, бала кезінен әдебиетке, ежелгі қазақ аңыздарына, мақал-мәтелдерге, даналық сөздерге өте құштар болды. Ол араб, парсы, шағатай тілдерін негіздерін үйреніп алды. Ол сурет салуды да ерте меңгеріп алды. Оған сурет өнерін орыс суретшілері, топографтары және геодистері үйретті. 1847 жылы 12 жасында Шоқан омбы кадет корпусына оқуға түсті. Бұл Сібір кадет корпусы сол кездегі таңдаулы оқу орындарының бірі болды. Шоқан алғашқы жылдан бастап-ақ оқу қабілетімен бейімділігін танытты. Сондай-ақ ол кадет корпусында өзімен бірге оқып жүрген кейіннен белгілі ғалым, географ және Азияны зерттеуші Потанинмен бірге оқып достасып кетті. Сондай-ақ осы кадет корпусында жүргенде ол шығыс тілдерін, сондай-ақ орыс тілдерін жетік меңгерді. Сондықтан аса көрнекті орыс және шетел ақындарына, жазушылары Пушкиннің, Лермонтовтың, Гогольдің, Диккенстің және басқалардың шығармаларына зор сүйіспеншілікпен қызыға оқыды. Сәкен кадет корпусында оқып жүрген уақытында жан-жақты білімге ұмтылды. Ол жаңағы философия, тарих жайындағы, шығыстану, география туралы көптеген кітаптар жинап, бай кітапхана құрып алды. Оның білімге деген ұмтылысы, оның білімділігі туралы Шоқанмен бірге оқыған Капустин былай дейді. Шоқан көрікті, аса сымбатты болды. Шоқан өз кезеңінің жан-жақты аса терең білімді адамы болды. Әсіресе оның тарихи білімі зор болды. Ғылым мен әдебиет саласында да зор білімділігімен ерекшеленетін. Шоқан өз ойын бейнелеп, тартымды жеткізе білетін асқан шешен болатын деп жазды. Шоқан 1853 жылы осы Сібір кадет корпусын 18 жасында корнет деген офицерлік атақпенен бітіріп шықты. Одан кейін оны Сібір казак әскеріне қызметке жіберді. Көп ұзамай оны Батыс Сібір генерал-губернаторының адъютанты етіп тағайындады. Патша үкіметі Орта Азияны және Қазақстанды, ондағы тұратын халықтарды, олардың тарихын, жағдайын білу үшін Шоқанды түрлі экспедицияларға қатыстырды. 1855 жылы Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордтың орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісу жеріне жасаған сапарына қатысты. 1856 жылы Ыстықкөлді топографиялық суретке түсіріп, Семенов-Тянь-Шанский мен Құлжаға барды. Семенов-Тянь-Шанский осы жас қазақ ғалымының қабілетіне шын сүйсініп, оны орыс географиялық қоғамының мүшелігіне ұсынып, ол 1857 жылы орыс географиялық қоғамының толық мүшелігіне қабылданды. 1858 және 1859 жылдары өзін әлемге әйгілі еткен Қашқар саяхатын жасады. Қашқарияға саяхаты кезінде Қашқарияның өлкесінің тарихын, этнографиясын, мәдениетін, геологиясын, географиялық жағдайы жайлы Алтышардың немесе Қытайдың Лан-Лу провинциясының шығыстағы 6 қаласының жағдайы туралы атақты еңбегін жазды. Бұл сапарда ол өзінің өміріне қатер төндіре жүріп, осындай аса құнды деректер жинап келді. Осы Қашқар сапарындағы ерлігін, еңбегін бағалап, 1860 жылы патша үкіметі Санкт-Петербургқа шақырды. Екінші Александр патшаның өзі Шоқанды қабылдады. Оған штабс-ротмистр деген әскери шен берді және әулие Владимир деген орденмен марапаттады. Шоқан орыс географиялық қоғамының толық мүшесі болғандықтан оны шығыс тарихы туралы дәрістер оқуға шақырып тұрды.
Бірақ Петербургтегі ылғалды ауа Шоқанның денсаулығына зиян келтіріп, ол отанына оралды. 1865 жылы ұзаққа созылған науқастан Шоқан Уәлиханов қайтыс болды. Ол туралы шығыстанушы ғалым Веселовский Шоқан Уәлиханов шығыстану ғылымында аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды деп жазды. Шоқан өзінің артына мол мұра қалдырды. Оның негізгі ойлары қырдағы мұсылманшылдық туралы, қырғыздардың көші-қоны туралы, сот реформасы туралы жазбаларын жазды. Сондай-ақ Абылай, қырғыздар туралы жазбалар, Ыстыққол күнделіктері, Үлкен Орда қырғыз қайсақтары туралы еңбектері өте құнды саналды. Қазақ фольклоры Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Ер Көкше сияқты дастандардың бірнеше нұсқасын жазып алды. Тіпті 1857 жылы Алатау қырғыздарына сапар шеккен уақытта қырғыз халқының энциклопедиялық дастаны Манастыда жазып алды. 30 жасқа келіп, артына осыншама мол мұра қалдырған Шоқан Уәлиханов өзін отанын жан тәнімен сүйген патриот ретінде көрсете білді. Мысалы, екінші Александр патшаның қабылдауында болғанның өзінде Шоқан патшаға орыс шенеуніктерінің қазақ халқына жақсы қарауы жайлы өз өтінішін батыл жеткізе білді. Сондай-ақ орыс шенеуніктерінің қазақ халқы туралы озбырлығы жайлы достарына Достоевскийге, Майкопқа, Гутковскийге, Курочкинге ызалы хаттар жазатын болды. Шоқанның өмірі менен қызметі, елге сіңірген еңбегі қазіргі ұрпаққа үлгі. Достар, мен сіздерге Шоқан Уәлиханов туралы тақырыбымды аяқтаймын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.